Әңгіменің басында біз Драйнор деп аталатын әлемді көреміз. Онда бұрын орктар деп аталатын құбыжықтар өмір сүрген. Адамдар сияқты, бұл орктардың да рулары әртүрлі болды, және әр рудың өз басшысы болды. Қар қасқыр руының басшысы Дуратан болды, ал оның әйелі жүкті болды, және көп ұзамай ол баласын дүниеге әкелу керек еді. Орктардың барлық рулары өз әлемінде бақытты болды, бірақ қазір бәрі өзгеруі керек еді. Гүлдан есімді басшы өте қауіпті және қара магия болып табылатын жасыл сиқырды үйренді. Бұл күшке ие болу үшін тірі жандарды құрбандыққа шалу керек болды. Гүлдан бүкіл әлемді билегісі келді. Сондықтан ол айналасындағы сансыз жаратылыстарды құрбан етіп, өте күшті болды. Бірақ оның аштығы дәл осы жерде басылмады. Ол ең күшті болғысы келді. Ол өзімен бірге барлық орк кландарын біріктіріп, адам әлеміне шабуыл жасау жоспарын жасады. Басқа әлемге ену үшін Гүлдан порталды ашуға мәжбүр болды. Бірақ оны ұзақ уақыт бойы ашық ұстауға күші жетпеді. Сондықтан ол тұтқында болған Драна есімді тіршілік иелерін аяусыз құрбан етеді, және олардың жан дүниесінен алынған күштің көмегімен порталды ашады. Өзінің ең күшті серіктестерін алып, ол Азерот есімді адамдар әлеміне енеді. Дуратан да Гүлданмен бірге осында келді. Бірақ ол әйелін жалғыз қалдырғысы келмеді. Сондықтан жасырын түрде оны өзімен бірге алып кетті. Олар Азеротқа жеткенде Дуратанның әйелі ауыра бастады. Мұны көрген Гүлданның қалған серіктестері Дуратанға ашулана бастады. Дәл осы сәтте Дуратанның әйелі баласын дүниеге әкелді. Бірақ бұл бала өлі туылды. Гүлдан бұғының жанын алып, оны өзіне тартты. Содан кейін сол сиқырлы энергияны Дуратанның ұлының денесіне салды. Бала өмірге келеді, бірақ қара магияның әсерінен оның түсі жасылға айналады. Екінші жағынан, осы жерде, Сталгорн деп аталатын жерде, Азерот армиясының бас қолбасшысы болған Лотар болды. Ол сол жерге қару жарақ алу үшін ергежейлі темір ұсталарына келді. Онда гном ұста Лотарға өз қолымен жасаған қарудың ерекше түрін көрсетті. Дәл осы сәтте Лотар өз әскерінің көптеген сарбаздарының қаза тапқаны туралы хабар алады. Лотар бірден Стормвиндке келеді. Сол жерде ол белгісіз бір адамның қаза тапқан сарбаздардың мәйіттерін тексеріп жатқанын көреді. Лотар күдіктене бастайды, және ол адамды ұстап алады. Бұл адам шын мәнінде Қодар есімді сиқыршы болған. Ол сиқырды үйрететін мектептен қашып кеткен бала еді. Кадгар бұл жерге келген басқа әлемнің адамдарды өлтіріп, жасыл сиқырды қолданып жатқанын білді. Сондықтан ол осы мәйіттерді көруге келді. Кадгар өлген сарбаздың денесіне жасыл сиқырдың әсерін көрсетті, ал Лотар оған сенім артты. Осыдан кейін екеуі де патшаға барды. Кадгар патшаға осы белгісіз адамдар мен олардың қауіпті сиқыры туралы бәрін айтып берді. Патша қауіптің өте үлкен екенін түсінеді. Патша сақинасын сыйға тартып, Лотар мен Кадгарды күзетшіге баруын өтінеді. Бұл дүниені құтқару үшін бір кездері сиқырды үйреніп, өте ұлы сиқыршыға айналған күзетші өмір сүрген. Енді Лотар мен Кадгар құстың үстінде отырып, Медивпен кездесуге барады. Медив қана адам әлемінің нағыз қамқоршысы болды. Ол жерде сиқыр туралы кітаптар көп болды, ал Кадгар кітап оқуды қатты ұнататын. Сондықтан ол осы жердегі кітапхананы аралай бастады. Дәл осы кезде Кадгар кенеттен кітаптың ішіне кіріп кеткен көлеңкені көрді. Кадгар бұл кітапты сөмкесінде жасырын түрде жасырады. Екінші жағынан, Лотар патша сақинасын Медивке беріп, онымен бірге көмек сұрайды. Медив келіседі де, үшеуі сиқырдың көмегімен тікелей патша сарайына барады. Енді Медив бұл жауларды тапқысы келді. Сондықтан ол Кадгар мен Лотармен бірге орманға аттанады. Олар ол жерге жеткенде барлық жерде өлген адамдарды көреді. Ол жерге жеткенде Медив тоқтап, осы мәйіттерді тексере бастайды. Дәл осы сәтте оларға кенеттен қандай да бір орктар шабуыл жасайды. Дуратан да сонда болды. Ол да адамдарға шабуыл жасайды. Екі жақта да қиян-кескі ұрыс болды. Бірақ бұл тіршілік иелерінің күшті болғаны сонша, оларды жеңу өте қиын болды. Дуратан тікелей Медив пен Кадгарға шабуыл жасайды. Бірақ Кадгар өзінің сиқырынан қалқанды ептілікпен жасайды. Бұл Дуратанның соққысын бос қалдырады. Медив өзінің сиқырлы күшін пайдаланып, сол жерде таралатын жасыл сиқырды аяқтай бастайды. Медивтің сиқырының әрекеті соншалықты жылдам болды. Оның ішінде Гүлданның қара сиқыры барлық орктар дәл сол жерде өлтірілді. Олардың серіктестерінің осылай өліп жатқанын көріп, қалған орктар сол жерден қашып кетеді. Жүгірушілердің арасында Дуратан мен оның серіктесі Оргрим де болды. Жүгіріп келе жатып, Дуратанның көзі шынжырмен байланған тұтқын қызға түседі. Дуратан шынжырын аяп, шынжырын үзеді. Бірақ босаған бойда ол жерден қашып кетуге тырысады. Өкінішке орай, ол бірден Кадгарға жақындайды. Ал Кадгар оны сиқырымен ұстап алады. Тұтқындағы қыздың аты Гарона болатын. Ол жартылай адам, жартылай орк болатын. Қазір Гаронаны тұтқынға алған адамдардың барлығы оны тікелей Стормвиндке апарады. Гарона олардың әрқайсысының тілін түсіне алатын. Ол барлығына Голданның оны тұтқында ұстағанын және сол жерде ғана олардың тілін басқа адам тұтқындарынан үйренгенін айтты. Ол барлығына орктардың үй әлемі жойылғанын, енді олар сіздің әлеміңізді жаулап алуға келгенін ескертеді. Гаронаның айтуынша, Голдан адамдарды өлтіріп жатқанда, тірі қалған адамдар да осында келіп, бүкіл әлемді билей алу үшін олардың өмірінен алып портал жасағысы келеді. Екінші жағынан, Дуратан қазір де Гүлданға жек көрушілікпен қарай бастады. Ол олардың әлемі бұрын қандай әдемі болғанын есіне алады. Бірақ Гүлдан жасыл сиқырмен айналыса бастағаннан бері олардың жері құнарсыз болып,
бәрі өле бастады. Енді Дуратан олардың әлемін Гүлданның дәл осы қара сиқырынан басқа ешкім жоймағанын түсінді. Дуратан енді Гүлданға қарсы шығуға бел байлады. Сол жерде дауыл кезінде Гарона түрмеге қамалды. Дәл осы уақытта Лотардың әпкесі болған патшайым Гаронаға жылы киім әкелді. Өйткені ол жерде өте суық болды. Патшайым Гаронамен жылы сөйлесіп, оны адамдарға көмектесуге көндіреді. Екінші жағынан, Кадгар кітапханадан ұрлап алған кітабын оқып отырған. Оны оқи отырып, ол өте маңызды шындықты біледі. Гүлданның өз әлемінен осы дүниеге келу үшін кейбір жергілікті тұрғындар да жол ашуға көмектесті. Дәл осы жерде Дуратан өзінің ерекше серіктесі Оргримге Гүлдан оларды басқара бастағаннан бері олардың әлемі ғана жойылғанын түсіндіреді. Бұл олардың бұрын аң аулап, бақытты болғанын еске салады. Дуратан кез келген жағдайда Гүлданды тоқтатуға тура келетінін айтады. Бірақ Оргрим оның сөзін әлі толық түсінбеді. Гарона қазір адамдарға көмектесуге дайындалып жатыр. Келесі күні ол Лотар мен Хадгарды Гүлдан адам тұтқындарын ұстаған және орктар өз лагерін орналастырған жерге апарады. Лотар мен Гарона мұны көреді. Олар бұл жаулардың лагерін жасырын бақылап отыр. Сол кезде кенеттен Дуратан пайда болады. Дуратан Гаронаға Гүлданға қарсы шығып жатқанын және бұл үшін оған адамдар тобы керек екенін айтады. Гарона Дуратанға толық сенім артты, өйткені ол асыл жүректі көшбасшы болды. Дуратан олармен қара төбеде кездесетінін айтты. Гарона бұл туралы патшаға айтқысы келеді. Патша да өз халқын құтқарғысы келді. Сондықтан олар Гаронаның сөзін қабылдайды. Патшайым кетер алдында Гаронаға кішкентай пышақ беріп, оны әрқашан қорғайтынын айтады. Гарона бұл пышақты алған кезде қатты қуанады және ол патшайымның оған қатты сенетінін сезеді. Бір кезде Дуратан мен оның кейбір сенімді серіктестері күте бастайды. Патшаны қара төбеде күтіп тұр. Патша да толық дайындықтан өтіп, Лотар мен оның әскерін алып, сонда жетеді. Медивh те оларды төбенің басынан бақылап тұрды. Дуратан патшамен кездесіп, оларға Гүлдан қай әлемге кірсе де, оны өзінің қара сиқырымен бедеу ететінін айтады. Дуратан екеуін де құтқарғым келеді дейді. Менің руым және сенің осы әлемің Гүлданнан. Ол үлкен жаңалықты жеткізеді. Тура 2 күннен кейін Гүлдан барлық тұтқындарды құрбан етіп, осы үлкен порталды мәңгілікке ашпақшы. Дуратан патшаға түсіндіреді. Егер сіздің әскеріңіз Гүлданға шабуыл жасаса, оның назарын басқа жаққа аударса, онда менің руым осы мүмкіндікті пайдаланып, оны бір жола жойып жібереді. Бірақ Дуратанның серіктесі Оргрим Гүлданға опасыздық жасап, оған бәрін айтып берді. Гүлдан қазірдің өзінде қаһарлы серіктестерін төбенің астына тығып қойған. Кенет олардың бәрі сыртқа шығып, патша әскеріне шабуыл жасайды. Жағдайдың нашарлап бара жатқанын көріп, барлығын құтқару үшін Медивh найзағайдан сиқырлы қабырға тұрғызады. Бірақ бұл бейберекетсіздікте Лотардың ұлы осы қабырғаның арғы жағында ғана қалады. Ал жаулары оны ұстап алады. Лотар, жынды сияқты, Медивhtен қабырғаны алып тастауды сұрайды. Бірақ Медивh олай етпейді. Лотар бұл сиқырлы қабырғаны бұзу үшін көп тырысады, бірақ ол мұны істей алмайды. Оның көз алдында дұшпандары ұлын өлтіріп жатыр. Лотар қатты уайымдап, ұлының өліміне Медивhті жауапты деп санай бастайды. Осы сиқырлы қабырғаның арқасында патша мен қалған адамдар құтқарылды. Бірақ осындай орасан зор күштің арқасында Медивh өте әлсіреді. Гарона мен Хадгар оны қолдап, оны қараянға апарып, сиқырлы сарқырамаға түсіреді. Дәл осы сәтте Кадгардың көзі Медивhtің жасыл түске боялған көзіне түседі. Кадгар дәл сол жын-перілердің жасыл сиқыры Медивhtің ішіне енгенін түсінеді және бұл Гүлданға осында жол көрсеткен адам ғана. Екінші жағынан, ашуға булыққан Гүлдан Дуратан руынан шыққан әрбір оркты жоюға бұйрық береді. Мұны көрген Оргрим өз қателігін түсінеді. Ол жасырын түрде Дуратанның әйелі Драйка мен оның баласын сол жерден қашуға мәжбүрлейді. Төбелес баланы кеудесіне қысып жүгіреді, бірақ жау оны қуып жібермейді. Оның төбелестің жанында өліп жатқанын көріп, баламен бірге себетті ағып жатқан өзенге өткізіп, сол жаумен жалғыз өзі күресе бастайды. Бұл қанды шайқаста екеуі де қаза тауып, бейкүнә баланы толқындар алып кетеді. Мұнда Кадгар бірден сиқыршылар мектебіне барады және ондағы ұлы шеберлерге Медивhның қамқоршысы қазір осы қара магияның бақылауында екенін хабарлайды. Енді Кадгар мұғалімінен Алоди туралы сұрайды. Өйткені ол туралы кітаптардан оқыған. Мұғалім оны Алодиге апарады. Алоди күзетші болды. Ұзақ жылдар бойы жұмбақ қара жәшікке қамалған кім? Хадгар жақындай бергенде, бұл жәшіктің есігі өздігінен ашылады да, қожайын аң-таң болып қалады. Өйткені мұндай жағдай бұрын соңды болмаған. Хадгар ішке кіріп, Алодиді тауып алады. Ол оған Медивhның қамқоршысы қазір толығымен жынға айналғанын және оның санасын жасыл сиқыр жаулап алғанын айтады. Егер ол қазір тоқтатылмаса, ол бүкіл әлемді жойып жіберетінін ескертеді. Кадгар үрейленіп, былай дейді: мен онымен қалай күресуге болады? Сонда Элоди оған достарыңмен бірге оны жеңе алатыныңды түсіндіріп, былай деді: ол жоғалып кетті. Екінші жағынан, Медивh енді осы қара магияның толық бақылауына өтті. Ол Гүлдқа көмектесе бастайды. Портал ашылу үшін жалғастырыңыз. Оның нақты жоспары барлық орктардың осында келуі, содан кейін ол бәрін өлтіріп, олардың күшін алып, ең күшті болуы. Медивh тағы да патшаға барып, оны жау лагеріне шабуыл жасау керек деп сендіреді. Ол менің күшіммен барлық тұтқындарды қалаға аман есен жіберуге болатын портал ашамын дейді.
Бірақ Лотар Медивтің айтуы бойынша оған сенім артқан жоқ. Ол Медивтің сатқындық жасап жатқанын түсінді және оның артында оның қандай да бір айлакерлігі жатыр. Қалай болғанда да, Лотар оны ұлының өліміне ғана жауапты деп санады. Сондықтан ашуланған Лотар дәл сол жерде Медивпен қақтығысқа түседі. Осының бәрін көрген патша қатты ашуланып, Лотарды түрмеге қамауға бұйрық береді. Патша да оны соғысқа өзімен бірге алып бармайды. Екінші жағынан, жау лагерінде Гул'дан Дуратанды түрмеге жапты. Бірақ қазір Оргрим өзінің сатқындығына қатты өкінді. Өйткені оның кесірінен оның руынан көптеген жазықсыз адамдар өлді. Сондықтан Оргрим Дуратанды жасырын түрде босатады. Енді Дуратан барлығына Гул'данның жын екендігі туралы шындықты айтқысы келді. Ол сондай ақ барлығына Гул'данның қазір де рудың ескі ережелерін ұмытып кеткенін көрсеткісі келді. Сондықтан Дуратан Гул'данның алдынан өтіп бара жатып, оны дуэльге шақырады. Ру ережелеріне сәйкес, егер бір басшы екіншісіне қарсы шықса, онда ол тек онымен күресу керек. Қазір Гул'дан мен Дуратан арасында үлкен жарыс басталып жатыр. Ал қалған адамдар оларды бақылап отыр. Гул'дан өте мықты еді, бірақ Дуратан оған қатты бәсекелестік туғызды. Ол жерде де Гул'данға тез арада портал ашуға тура келді. Сондықтан ол жекпе-жектің ортасында алдай бастады. Ол өзінің сиқырының көмегімен Дуратанның өмірін қиды. Басқа адамдар бұған тыйым салды. Себебі бұл ережеге қайшы болды. Бірақ Гул'дан ешкімді тыңдамайды. Ол Дуратанның бар күшін сіңіріп, оны өлтіреді. Енді Гул'данның шындығы әркімнің көз алдында пайда болды. Оргрим барлығын Гул'данға қарсы қояды. Бірақ Гул'дан өзінің қара күштерінің көмегімен Оргримнің серіктестерін үнемі азаптап өлтіреді. Бұл жан түршігерлік көріністі көргенде басқалардың бәрі шошып, Гул'данды қолдауға дайын болуға мәжбүр болады. Дәл осы сәтте патша әскерімен осы жерге жетіп, шабуыл жасайды. Дәл осы жерде Гул'дан адамдарды құрбандыққа шалып, сол үлкен порталды ашады. Медив те оған көмектесе бастайды. Портал ашыла салысымен, мұнда жаңа жаулар мен басқа әлемнен мыңдаған адамдар келе бастайды. Екінші жағынан, Кадгар түрмеге жасырын түрде жетіп, Лотарды босатып, оған Медивтің сатқындығы туралы бар шындықты айтады. Екеуі де бірден Медив болған ескі жерге жетеді. Бірақ ол жерге жеткенде олардың сезімдері буланып кетеді. Енді Медив жартылай адам, жартылай жынға айналды. Олар оны тоқтатуға тырысады. Бірақ Медив сиқырдың көмегімен балшықтан жасалған мүсінге тыныс беріп, оны олармен күресу үшін қалдырады. Бұл сиқырлы мүсін Лотар мен Хадгарға шабуыл жасайды. Оның күшті болғаны сонша, бұл екеуі өз өмірлерін сақтап қалу үшін алға артқа жүгіруге мәжбүр болды. Бұл жерде Медивтің күші артып, оны тоқтатқанша портал жабылады. Хадгар бұл нәрсені өте жақсы білетін, сондықтан ол Лотарға қосылып, осы бейнемен бәсекеге түсе бастады. Төбелес кезінде тұлыптың қатты соққысы Хадгарды есінен тандырады. Бірақ Лотар батылдығын жоғалтпайды. Ол мықты арқаннан ілмек жасап, осы балшықтан жасалған тұлыптың аузын кесіп тастайды. Бұл оның көзін денесінен ажыратып, оның көруін тоқтатады. Мүмкіндік пайда болған бойда Лотар Кадгарды есін жиып, Медивті тоқтатуын өтінеді. Лотардың өзі де Медивке асығады. Бірақ ол оның мойнынан ұстап, оны шетке лақтырып жібереді. Осы кезде Кадгар өзінің сиқырының көмегімен ауада Медивтің басынан жоғары ашылатын шағын портал жасайды. Ол осы ауыр тұлыпты сиқырмен портал арқылы сүйреп апарып, оны Медивтің басынан жоғары түсіреді. Медив осы ауыр тұлыптың астына қысылып қалады да, мүмкіндік жоғалмайды. Ол аузынан шығып кетеді. Мұның әсері мынада, бұл үлкен порталды баяу жабыла бастайды. Бірақ бұл арада Хадгар осы сиқырлы сарқырамаға құлап, оның көздері де жасылға айнала бастады. Бұл қауіпті жасыл сиқыр Хадгардың санасын жаулап алуға тырысады. Бірақ Хадгар одан бас тартпайды. Ол бар батылдығын жинап, қолын Медивтің басына қояды. Және оның ішіндегі барлық қара сиқырды жинап, оны босатады. Хадгар да бұл уды денесінен алып тастайды. Енді екеуі де сау болады. Енді Медив өз қателігін түсініп, қалған күшімен өліп, Стормвинд қаласына жаңа жол ашады. Мұны көрген патша қатты қуанады. Өйткені олар енді барлық тұтқындарды жібере алады. Қалаға аман есен жетіңіз. Патшаның сарбаздары дереу жұмысқа кірісіп, барлық жазықсыз адамдарды бірінен соң бірі қалаға жібере бастайды. Осы уақытта, осы ауыр тұлыптың жарақаты мен ауырлығына байланысты, Медив дәл сол жерде қайтыс болады. Дәл осы сәтте сиқырлы портал жабылып, патша, Гарона және басқа сарбаздар дәл сол жерде тұрып қалады. Жаулардың арасында оларды барлық жағынан орктар қоршап алады. Ал қара қол патшаны өлтіру үшін алға шығады. Патша енді қашу қиын болатынын түсінді. Сондықтан ол Гаронаға, олардың барлығының сеніміне кіріп, басқалардың өмірін сақтап қалу үшін мені өлтір, дейді. Гарона мұны істегісі келмеді. Бірақ қара қол өте жақын келгенде, оның басқа амалы қалмады. Ол патшаны патшайым берген пышақпен өлтірді. Мұны көрген барлық орктар Гаронаға құрмет көрсете бастады және оны қолдарына алып Гул'данға апарды. Гул'дан Гаронаның патшаны өлтіргенін білгенде, оны өз командасына қосты. Енді бәрі оның сөзіне құлақ аса бастады. Орктар өздерінің жеңістерін тойлап жатқан кезде, Лотар өзінің алып құсының үстінде отырып мақсатына жетті. Ол төменге түсіп, жауларын өлтіре бастады және патшаның денесін көтеріп, оны құсына отырғызды. Бірақ жүгіріп келе жатқанда, қара қол құстың аяғынан ұстап, оны төмен түсіреді. Бұл Лотардың да құлап, есінен танып қалуына себеп болады. Лотар есін жиған кезде, ол жүздеген жаулардың арасында жалғыз қалады. Дәл осы сәтте қара қол оны жекпе-жекке шақырады. Лотар дәл осылай тіледі. Өйткені ол ұлының өлімі үшін кек алу керек еді. Екеуінің арасында бәсекелестік басталып,
Лотар ептілікпен бір соққымен қара қолды ортасынан кесіп алып, қылышын арқасына қадап, оны аяқтайды. Лотар кек алды. Гул'дан ашуланып, өз адамдарынан Лотарды өлтіруді сұрайды. Бірақ оның сөзіне ешкім құлақ аспайды. Өйткені кландық ережелерге сәйкес Лотар әділ шайқаста жеңіске жетті және құрметке лайық болды. Гул'дан оны өлтіруге өзі барады. Бірақ Гарона оны тоқтатып, егер сен ережені бұзсаң, сені ешкім өзінің көшбасшысы деп санамайтынын айтады. Осыдан кейін Лотар патшаның денесін алып Стормвиндке келеді. Онда оның соңғы рәсімдері орындалады және адамдар Лотарды өздерінің жаңа басшысы етіп сайлайды. Көшбасшы екінші жағынан Оргрим қайтыс болған досы Дуратанның тісін сындырады. Сондықтан ол оны баласына бере алады. Ал Дуратанның ұлы әрқашан есте қалады. Соңында біз Дуратанның баласының өзенде жүзіп жүргенін көреміз. Дәл осы сәтте оған бірнеше адам назар аударады. Олар оны құтқарады. Оны сенімді қолдарға береді. Оқиға осымен аяқталады. Видео сізге қалай ұнады? Түсініктемелерде міндетті түрде айтыңыз және арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше, оған дейін қош бол.